Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен пияз қосылған және ірімшік қосылған қаттама нан рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді, қамыры қатпарлы, қытырлақ болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. «300 мл жылы су құйып, 2 шай қасық күнбағыс майын құямыз. 1 шай қасық тұз, 450-500 грамдай ұн салып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Қамырды салмасы дайын болғанша целлофанға салып қоямыз. Орташа көлемді 2 пиязды ұсақтап турап, сары майға немесе күнбағыс майына пиязды, тұз, қара бұрыш, паприка салып қуырып аламыз. Қамырды әбден бастырып, 4 бөлікке бөліп, оқтаумен жұп-жұқа қылып жаямыз. Қамыр пленка секілді жұқа болу керек. Bir бөлігін жайып алып, қамырдың бетіне сармайды ертіп жағып шығамыз. Сармай ыстық болмау керек. Содан соң бетіне пиязды жайып шығып, рулет қылып айналдырып, дөңгелетіп, орап тоңазытқышқа салып қоямыз. Осылай қамырдың екінші бөлігін жасап шығамыз. Қалған қамырдың 2 бөлігін жайып, сармай жағып, ірімшік сеуіп бетіне, рулет қылып орап, тоңазытқышқа салып қоямыз. Мен қамырдың 2 бөлігіне пияз қостым, 2 бөлігіне ірімшік қостым. Сіздер өз қалауларыңызға қарай жасауларыңызға болады. Тоңазытқыштан қамырды шығарып, шелпек ұқсатып, қолымызбен жайып шығамыз, немесе оқтаумен де жаюға болады. Табаға кішкене күнбағыс майын құйып, қызғаннан кейін нанымызды саламыз. Нанды 2 жағынан қайта-қайта аударып отырып, қызарғанша пісіреміз. Міне біздің қатпарлы қаттама нанымыз дайын болды. Пияз қосылған және ірімшік қосылған. Өте дәмді болып шығады, дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған Лаура, астарыңыз дәмді болсын.